Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы табиғат және менің қауіпсіздігім. Сабақтың оқыту мақсаты геологиялық және табиғи климаттық апаттар туындаған жағдайдағы өзін-өзі ұстау ережелерін құрастыру. Сабақтың мақсаты өзінің табиғи ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау. Балалар, суреттен не көріп тұрсыңдар? Суретке зер салыңдаршы. Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бұл жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер. Балалар, осы екі ережені есіктеріңде сақтаңдар. Біріншісі, ТЖ төтенше жағдайлар. 2. Табиғаттағы катаклизмдер адам өміріне қауіп туғызатын алапат құбылыстар. Бірінші тапсырма. Суреттегі бейнеленген табиғи апаттың атауын жаз. Бұл табиғи апаттың туындауына не себеп болды? Аталған табиғи апаттың салдары қандай? Апат кезінде қалай әрекет ету керек? Екі ереже құрастырып жаз. Балалар, жауабы су тасқыны. Су тасқыны бұл қардың еруі, жауын-шашын, суды желмен айдаған және кептелу кезіндегі өзендердегі, көлдер мен теңіздердегі су деңгейінің көтерілуі нәтижесінде жерді айтарлықтай су басуы. Өзендер арасында суды желмен айдау арқылы болған су тасқыны ерекше түрге жатады. Екінші тапсырма. Апат кезінде қалай әрекет ету керек? Екі ереже құрастырып жаз. Бұл тапсырманың жауабы: біріншіден, су ішінде болсаңыз, суға батпайтын кез келген заттан мықтап ұстаңыз. Екіншіден, су, газ, электр құбырларын тексеріңіз. Егер де қандай да бір ақауды көзіңіз шалса, оны жылдам өшіріңіз. Жарайсыңдар балалар, енді үйге берілген тапсырма табиғаттағы қандай құбылыстар жойқын апаттарға алып келеді және де табиғи апат кезіндегі ең басты қағида.